Қойшы. Қойсам да немене? Жеге, мынау тіреген ғой. Қайсылар? Қайдан жүрсің, кәріс? Балдар болып районнан іздедік. Звондасақ телефоның өшіп тұр. Үйіңе бардық. Сол, брат. Районда жүрмін. Сосын Макспен сөйлестім. Макспен ба? Иә. Біраз әңгімелестік. Сосын Бізбен кішкене ақылдаспайсың ба сен? оның ақылдасатын несі бар, брат? Бәрі белгілі ғой уже. Кәріс, не істеп жүрсің сен? Кешегі іс бойынша ғой, барлығын анықтадық. Айта бер. Айта бергенде әкесімен жолықтым. Артық еш нәрсе айтқан жоқ. Қайран жағдай бір қалыпты. Есін жиған, бәрін біліп отыр. Кім істеген сұрап едім, еш нәрсе айтпады. Жазды ма? Жоқ, жазған жоқ. Райондағы братандық намыс жібермеген ғой. Сосын кеше қылмыс болған жерден мына нәрсені таптық. Бұдан оқ атылған ба? Оны білмедім. Оқ атылған ба, отпечатка бар ма, пистолет кімдікі. Экспертизаға жіберіп анықтаймыз. Мә, сен осы істі ертерек бітірсеші. Жарайды. Пистолетті оқиға орнына тастап кеткен болса. Явно шүйголдар ғой. Қайсысы деген, а? Естедің сен. Сенің кесіріңнен менің балам енді инвалид болып қалады ғой. Тәте, жыламаңыз, уайымдамаңыз. Мен реттеймін барлығын өзім. Қалай? Қалай реттейсің сен? Баламды сен қалай аяғынан тұрғызайын деп тұрсың? Тәте, олар істеген істер үшін жауап береді. Мен уәде беремін сізге, тәте. Алло, Қайра. Не болып отыр мына жақта? Сен маған не бірден айтпайсың сразу? Сен немеге мен жалғыз жібердім ме, а? Қайда олар, сука, өлтірем, блядь? Қайдасың, қай больницадасың? Габа, керек емес, родной. Полициялар жүрмді. Олар сені ұстап алады келсең. Прикинь, кәріске ештеңе болмаған ғой мұнда. Қалай болмаған? Полицияда барлық информация бар. Дәлелдерге дейін барлық досьесі, анаусы, мынаусы барып жасақ бол. Давай. Сука! Достар, өмір күтпейді. Уақыт ақша. Білесіз бе? Менде сіздің уақытыңызды шынымен де ақшаға айналдыратын керемет құрал бар. Pocket Option сіздің алғашқы пайдаңызды тез және де керек етпейтін қиындықтарсыз алуға көмектеседі. Жылдан бастау бұл біздің кредомыз. Бірнеше минуттың ішінде тіркеліп, сауданы бастап кетуіңізге болады. Қолжетімді интерфейс платформаның барлық мүмкіндіктерін түсінуге көмектеседі. Бұның бәрі сауданы жаңадан бастағандар үшін де оңай және де тиімді. Сіз 130-дан астам акциялармен, активтермен, валюталармен, индекстермен, криптовалюталармен сауданы тәулік бойы жасай аласыздар. Одан бөлек ең бастысы 92%-ға дейін кірістілер тәуліктің кез келген уақытында қолжетімді. Сіз бірінші жабық транзакция арқылы пайда аласыздар. Тапқан ақшаңызды комиссиясыз және де көптеген шешу нұсқаларын пайдалана аласыздар. Кім өзінің өмірін өзгертіп, әрбір секундын тиімді пайдаланғысы келеді, мына сілтемеге өтіп тіркеліңіздер. Ал как будто промокоды арқылы алғашқы салымыңыз бойынша 60%-ға дейін бонусқа ие бола аласыздар. Балдар, өткенде бір естеріңде ма анау
тұмардың мектебінде бір баланы ұрғаны үшін бір ақша беріп ең ғой сендерге. Иә. Сол ақшаны бір өздерің ақылдасып бір жинап бермейсіңдер ма маған? Өбе, оны сол кезде айтпайсың ба? Қайтарып беру керек деп айтқан жоқсың ғой сен? Или бір жасаған қайырымдылығың болады да? Қатты керек болып тұр ма негізі ол ақша? Қатты керек болып тұр ма дегенде просто орны бар ақша еді да, біреуге беру керек еді да. Қай жерде орны? Барселонада ма? Жоқ әлде Реалдың угловойында ма? Может, ана Аль-Насрдың Полтора бөлшесінде тұрған шығар. Жоқ, мен ол теманы қойып кеткен қай заманда осың? Просто шешім. Қойшы, береміз ақшаңды, ақша деп қақылдап қалдың ғой. Айуан, қайраның үрім бұтағы ұқсаған бәлі десей. Үрім бұтақ? Заказекте 1 миллион сұрап тұрса таң қалмаймын мен. Үрім бұтағыңыз? Сен бір әңгімелердің бәрі осындай сандық сасып баратқан жоқ. Бұл соң өздері 11-ші кластың баласы дейін десең, денесі келмейді. Ыңғайсыз туылған бала сияқтысың негізі. Тамыр мен туылмаған ғой. Атам аузынан түсіп қалған ғой мен. Ләқ деген кезде. Ойбай. Сен мына денеңмен атаңның аузына айыр жіберген шығарсың онда. Ей, боссыңдар ма? Маған парттас үшінде шыны классқа. Апай, бізде қазір сабақшы тест тапсырамыз. Соған дайындалып тұрғанбыз ғой. Сіз бара берсеңізші, біреу жібереміз ғой. Болды. Онда сөйтіңдер. Келмей қалып жүрмеңдер, күтем. Болды, апай. Қараша, жіберші ананы. Дулат. Гауһар апайдың кабинетіне кіріп тас жерші парта бар. Братан, диктант жазып отыр едік қой. Басқа біреуге айта саласыңдар ма? Бұлар ше кәріс айтса ғана барады ғой. Біздің айтқан сөзіміз, айтқан жерімізді қап кетіп жатыр да. Бұлар қазақтар тыңдамайды, кәрістер тыңдайды. Мен бұл пәтуасыз бұзықтарға көрсетем ғой мен қазір. Пәтуасыз? Натуре әңгімелерің кішкене сандық болып өтті. Қойшы. Кешіріңіз, ашық сауық болған еді. Ішің етпейді. Так, білесіздер қазір ұбт жақындап келе жатыр. Сол себепті пробный бар, басқасы бар. 11 сыныппен тығыз байланысты болуымыз керекпіз. 5 пәннің білекті маман ретінде өздеріңіз шақырдым. Балалардың сабақтары қалай болып жатыр? Соңғына пробныйдың нәтижелері қалай болып жатыр? Биология пәні бойынша өте жақсы. Бірнеше оқушылармен жеке жұмыс жасап жатырмын. Алтын белгілер ше? Әлімжан мен Айдана өте жақсы. Олардан мүлдем қорқып тұрған жоқпын. Қалған 2 алтын белгімен бірнеше тақырып бойынша жұмыс жасалып жатыр. Жақсы. Физика, химия, тарих апай, Анар апай, сіздің сабақтарыңыз қалай болып жатыр? Балалар келіп жүр ме сабаққа? Енді шынымды айтсам, 11-ші сынып оқушылары кейінгі кезде әсіресе ұлдар сабаққа мүлде келмей қояды. Сабақтарына шарлап кетті. Кім келмей жүрген? Тұрсынбай. Кәріс па? Иә, дәл өзі 2-3 күн болды, сабаққа келмей қойды. Анасына хабарлассам, мектепке кеттім деп айтады екен. Жарайды, олармен өзім сөйлесем. Так, бізде басқа пән бойынша Мадина, жазсам оқымайсың, хабарлассам көтермейсің. Барлығы дұрыс па сенде? Кеше телефонға қарайтындай жағдайым болған жоқ. Не болды енді? Ағамды біреулер ұрып кетті. Қайраны ма? Жаныма батып тұрғаны, енді ол жүре алмай қалуы мүмкін. Ертең тест білесің ғой? Дайындалдың ба? Әлімжан, магазинде любой нәрсеңді әперем да, ертең тесттен көмектессең. Чата. Болды? Бірақ математика ғана. Давай. Оразбай, кеш мұнда. Сен берген. Сен бара бер. Барам. Ассалаумағалейкум. Уалейкум ассалам. Кек алатының бар. Кішкене артың тазалап жүрмейсің ба? Түсінбедім. Отыр көлікке. Отыр деймін көлікке. Айта бер. Аға, мен шынымен ештеңе түсінбей тұрмын. Осы негізі ештеңе түсінбей қаласыңдар,
Габа сен атты. Сен қайран атпақ болдың. Мен бәрін біліп тұрмын ғой. Мен қайран атпақ болдым? Жоқ аға, онда ештеңе болған жоқ. Болмаса қайран өзін шақырып сұрайық, сенбесеңіз. Асик, әртіс болмай қойшы. Әлде мен жындығып отырсың ба? Білесің ғой инвалид болып жатқанын. Кайра инвалид па? Мен не жындығып отырсың ба сен? Білесің ғой бәрін. Дерші білесің, мен бөліншеге барып сөйлесейін. Болды ғайымдама. Бұйырса жақсы болып кетеді. Жарайды. Жақсы, мен кеттім. Мама мен больницаға бару керекпіз. Жақсы. Өзіңе қарап жүр, я? Мысық, Асикті полиция алып кетті. Жай ма? Білмеймін. Машиneге отырғызды, кішкене сөйлесті, алып кетті потом. Сен не қарап тұрдың? Мен не істей аламын? Кәріске звондайықшы. Алло. Кәріс қайдасың? Асикті полиция алып кетіп қапты. Естейін енді. Қуасың ба? Не үшін алып кеткен білмейсің ба хотя бы? Мен оны қайдан білеймін, брат. Бір-екі сұрағын қояды да жібереді жүр. Давай мен босымыз. Жындым, онда не ол? Кеттік онда роботға. Інім, мойындасай, ешкім сен басыңды есі болмайды. Қайра по-любому саған арыз жазбайды ол. Не айтып жатсыз аға, мен сізді вообще түсініп отырған жоқпын. Мынаның бәрін сізден естіп отырмын мен. Мазға! Кір! Сен бір минут қаламын. Не болып болды, Макс? Родан, Вадин қайда? Біз екеуміз келістік қой. Сен өз қалағаныңды аласың. Мен бірақ мектептегі балалардың ешқайсына тиіспейміз деді врачкалардың. Енді Макс. Родан, түсінемін. Жұмыс. Бірақ договорды да ұмытпау керек. Тем более мектептегі врачкалардың ешқайсысының қатысы жоқ ол жерде. Жарайды. Жүрші келіп сөйлесейік. Отыр. Отыр соғылмай. Кімді мөкеде қып тастап жүрсің сен? Сотталайын дедің бе? Бұл әдетіңді қоймасам, мен сені құтқара алмаймын, түсіндің бе? Ешкім сізге мен құтқар деген жоқ. Сосын мен көмекте сұраған жоқпын сізден. Ол сұмырай өзінің жазасын алды болды. Жап аузыңды. Ақыл үйретен дедің бе маған? Сен мына басыңда бірдеңе бар ма? Сен істі болатын болсаң, зияны маған тиеді, менің қызметіме тиеді. Неге түсінбейсің соны сен? Ой бір. Жұмысыма зиян тиеді, карьера. Дұрыс қой? Мен әкем тәрбиесін көрмегенмін. Сол менің әкеме жұмысы артық, үйіндегі анау екінші қатынам. Жап аузыңды! Қойдан шыққан бәлесің сен? Тоқта! Азамат! Тыныштық па? Не үшін алып кетті? Білмеймін ше. Кайран біреулер ұрып кеткен дей ма? Еще Кайра инвалид болып қалған, білесің ба? Қош? Еще пистолет атылған дейді. Бәрі менен көріп отыр қуамы. Кайран сындыратын адам жоқ шығар енді. Ол рас әңгіме. Мектепте Мадинамен сөйлескем. Настроение жоқ. Кайраны инвалид болып қалуы мүмкін деп айтып жатқан. Өзі де қатты құтырып кетіп еді негізі. Орнына қоятын біреу табылған шығар. Районды білесіңдер ғой, үлкен. Жігіттер, апай звондап жатыр. Қазір тест тапсырамыз ғой. Кеттік мектепке. Кеттік давайте.
Экспертиза нәтижелері келді. Так, сонымен? Оқ атылған екен, бірақ қайда атылғаны белгісіз. Оқиға орнында ешқандай іздері жоқ, бірақ отпечатка бар. Кімнің саусақ іздері? Сәйкестік бар ма? 100% сәйкестік бар. Карс, енді не істейтін болдың? Братан, мен ше районда қала алмайтын сияқтымын. Бір жағынан өзімнің достарыммен де арамыз біртүрлі болып кетті. Как будто мен олардың бір затын тартып алған сияқты сезімде жүрмін ше. Өзің балдарың ғой, Карс. Айтсаң барлығын түсінетін шығар. Мен районда қала алмайтын себебім ертең габас салса, түбі по-любому шығады. Мен зайбалым шығарады, оны біліп тұрмын прекрасно. Қайрада жазылады, ол да мен жайдан жай қоя салмайды. Мектептегі жігіттердің де алдарында өзімді бір бөтен сезініп жүрмін. Братан, соңғы өтінішім болсын. Осы районда өзің қолың алшы. Өзің ұсташы осы районда. Саған сенем ол. Карс. Алуын алам ғой. Ол жағын уайымдама. Барлығын реттеймін. Сенің районнан кетем дегенің бар ғой. Басқа варианты болу керек қой, Карс. Басқа вариант жоқ менде, братан. Мен өзімнің бір арман мақсаттарыма жеткен сияқтымын ше. Ойлашы, енді ешкім бір-бірінен ақша жинамайды, ешкім бір-бірін ұрмайды. Уақытша болса да андай. Кайф та. Ал. Я қазір. Менттер ғой. Заявление жазуға шақырып отыр. Ебать, заявление ше. Братан, бедик. Мен ақыр районнан кетіп бара жатырмын ғой. Ben бұл жақта жүрмеймін. Давай сенің орнына заявление жаза салайын. Сөйтейікші, братан. Сен көтер. Өзім реттеймін. Карс, тоқта. Барлығы бекер. Может, барлығын түзетуге болады шығар, Карс. Жоқ, братан. Өзім реттеймін. Карс. Söz kaldım tağın söz Kütüp dağındı жалғыз Жылытар жанды Тымда сағын жазған әнді
кәріс. Ей, кәріс. Көрдіңдер ма? Адам тыңдамайтын болғанмын да өзгеріп кеткен. Тыныш отырамыз. Так, қазір пробный тест тапсырамыз. Кәрістен басқасын барлығы тапсырады, және Айдана кейін тапсырады. Апай, кәріс неге тапсырмайды? Сендер естімедіңдер ма? Кәріс жаңа мектепке көшіп кетті. Сонда оқитын болды. Так, енді телефондарымызды жинаймыз, тестқа дайындаламыз. Күтіп таңды жалғыз, жылытар жанды, тыңда сағын жазған әнді, үнге сөз қосылса еді, шомалып кеді, ерекше бұл әсер. Үнге көз қосылса еді, шомалып кеді, ерекше бұл әсер. Үнсіз қалдың тағы, үнсіз күтіп таңды жалғыз, жылытар жанды, тыңда саған жазған әнді. Үнсіз қалдың тағы, үнсіз күтіп таңды жалғыз, жылытар жанды. Көп жағдайды кейде, шынымен әуендерім баяндайды кейде, тілдерім айтуға да ұмтылмайды кейде, үнсіздік құтқарады көп жағдайды кейде, аяғым әкетеді ерекше бір биге, сонда да жүрегім тұр мұңлы жайлы күйде, кей кезде қайтқым келеді үнсіз жалғыз үйге. Үнсіз қалдың тағы, күтіп таңды жалғыз, жылытар жанды, да саған жазған әнді. Үнсіз қалдың тағы, үнсіз күтіп таңды жалғыз, жылытар жанды.